үчен босанған 5 баланың анасы далада қалуы мүмкін. Өзім диванда жатам, жолдасым мен 2 балам на матрасқа ұйықтайды. Барлығыңыз отбасының 7 мүшесі осы бір бөлмеде тұрасыздар. Бірінші үйдің қамын ойлап, сосын бар баланың қамын ойламаймыз ба? Енді бұл кісілерді де айыптауға болмайды, үшеуім дүниеге келді. Енді ол Құдайдың берген о былайынша айтқанда. Үшеуім емес, сізде близняшка деп, екеу деп шықты. Кез келген адам өзінің басында проблема бар, тек қана өзі кінәлайды, болды. Шешеңді ренжіттің, сен үйтіп айтпай-ақ қой, мен шешемді ренжіттім деп. Сіздер 10 жыл бір орында тұрсыздар. Пәтері беретін болса, жағдайын жасайтын болса, Алматының бюджеті кем қала ма? Осы қалалық әкімнің өзінің замы келді. 3 азамат үшемді бар жоғысына 3 арбамен ғана жан өмірге шарттап тұр ма? Онда бізде официальный ақпарат жоқ. Процентпен айналысқан адамдар және олардың ұрпақтары да оңбайды. Үкімет күнә қармасында? Барлығын сөйтіп мемлекетке үйіп қойған дұрыс емес қой? Қай жерде тиын тебен болады, соға барып жұмыс істеп келеміз, кешкісін грузчикте боламыз. Ертең ол баласына қандай ғажайып өмір туралы, мықты маман туралы әңгіме айтады деймін да? Күрес керек шығар, қалай ойлайсыз? Күресуге дайынсыз ба? Сіздерде осындай бақыт бар, байлық бар. Ертең осы балалардан сіздер рахат көресіздер.